Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен осындай медовик тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май керек. Сары майыңыз комнатный температурада болу керек. Мед керек, 2 қасықтай, 3 жұмыртқа, 200 грамм сахар, сода және ұн қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп алған дұрыс болады. Енді газымыздың астын қосып, 200 грамм майымызды ертеміз, үстіне 200 грамм қантты саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Майымыз еру керек және қантпен бірге араласу керек. Енді осының үстіне 2 ас қасық мед салып, яғни әсерлейміз, мед салып араластырамыз. Майымыз қайнайтындай болып қатты қызады отта. Осы кезде медіміз ериді. Енді осының үстіне 1 шай қасық сода саламыз. Менде видеода сәл көрінбей қалыпты. Соданы салып, осылай тоқтамай араластырамыз. Сонда бізде осындай ақ көбіршіктер пайда бола бастайды. Енді осыны тоқтамай айналдырып, осылай қозғап тұрамыз. Және қозғаған кезде біздің консистенциямыз қызылдау түске боялады. Яғни қантымыз ериді қызылдау түске. Енді ол немізді суытып аламыз. Суығаннан кейін үстіне осылай 3 жұмыртқамызды шағып, жақсылап меншікпен араластырамыз. Енді осының үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, комочек болмайтындай етіп араластырамыз. Достар, бұл медовик тортының ең оңай рецепті. Ешқандай қамыр жаймайсыз. Тура осылай жасасаңыз, ары кетсе 15 минутта тортыңыз дайын болып шығады. Мінекей менің қамырым осылай жидкіс болып дайындалды. Бұл сұйықтау келген сметананың консистенциясындай болады. Енді осыны ыдысқа салып, мінекей теңдей қылып бөліп, ыдысқа салып, духовкаға 180 градусқа 10 минутқа қойып аласыз. 10 минуттан артық қоймаймыз. 10 минутта біздің қамырымыз көтеріліп, әдемі қып-қызыл болып пісіп шығады. Қалған жидкісті құйдым және қасықтың көмегімен қазір бір тегіс етіп жайып шығамын. Жайып болғаннан кейін бұны да духовкамызға 10 минутқа қойып аламын. Қамырымыз суығанша бұған крем дайындаймыз. Креміміз де өте оңай. Кез келген магазиннен алып жасауға болатындай крем. Сметана менде 15%, негізі қандай процент болса да разница болмайды. 15% сметананы аламыз, үстіне 0,5 грамм немесе 0,5 мен пеламен алдым. Мысалы, жарты пелай қантты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз және осы күйінше жаға берсеңіздер де болады. Қант ерігенше кішкене қозғаймыз. Менде үйде мынандай творожный сыр бар еді, осыны қостым. Бұл творожный сырмен де өте дәмді болып шығады. Егер де үйде торттан қалған осындай творожный сырларыңыз болса, қосып істеп көрсеңіздер де болады. Немесе бұл жоқ болып жатса, жай сметана мен қанттың өзін араластырып, жақсылап араластырып, соны жақсаңыздар да торттарыңыз дәмі өте әдем болып шығады. Достар, бұл торт өте қолжетімді бағада. Көріп отқандарыңыздай барлық зат кез келген магазиннен алынады. Ешқандай сливки іздемейсіздер, ешқайда жаңағы кондитерскийге барудың да қажеті жоқ. Барлық зат кез келген магазинде табылады. Мінекей қамырларымызды суытып алдық. 2 корждарымызды суытамыз да екеуін бір келкі қылып қойып, мен шет-шетін тегістеп кесіп аламын. Енді оны 2-ге бөлемін. Сонда менде 4 корж шығады. 4 коржымды жақсылап дайын болған кремімді алып, бір тегіс етіп барлығына жағып шығамын. Және де мына коржды қойған кезде біреуін оң қаратып, біреуін теріс қаратып қоямын. Себебі піскен кезде бір шеті кішкене сініп пісуі мүмкін, бір шеті тегістеу пісуі мүмкін. Сондықтан мен осылай қойып істеймін.
коржымызды жақсылап міне қойғаннан кейін кремімізді 4 шетіне жақсылап жағып шығамын. 4 шетіне де шет-шетін барлығын енді мына жаңа шет-шетін қырқып алған корждың қалғандарын ұнтақтаймыз да осыны шет-шетін әрлейтін боламыз торттың. Мінекей көріп отқандарыңыздай тортымыздың шет-шетін әрленді. Осылай қалған коржды барлығын осылай коржбен істей салуға да болады. Немесе мен сияқты шоколадты микроволновкаға немесе водяной шоколадты алып кез келген қайнаған суға салып осылай ертіп алсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты микроволновкаға салып ертіп осылай жақсаңыздар да болады. Ал баршаларыңызға ас болсын. Менің тортым дайын. Менде бар жоғы 20 минут уақыт кетті. Ол да духовкаңызға байланысты. Менде духовка жақсы қызады, сол себепті 10 минутта каждый коржым дайын болды. Және мен арасында кремді дайындап қойдым. Бар жоғы 20 минуттың ішінде дайын болған торт. Ал баршаңызға ас болсын.